Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталұлы, имам Ән-Науавидің 40 хадисі бойынша аудио дәрістер топтамасы. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауыр, бүгінгі хадисіміздің тақырыбы мұсылмандағы, исламдағы бауырлық және мұсылманның бір-біріне деген қандай хақтары бар, осы жайында болмақ. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала. Абу Хурайрадан жеткен хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: Ла тахасаду, ва ла танаджашу, ва ла табагаду, ва ла тадабару деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Бірінші, ла тахасаду, бір-бірлеріңе хасад, қызғаншақтық, көралмаушылық жасамаңдар деп жатыр. Көралмаушылықтың негізгі сипаттамасын біз айтып кеткен болатынбыз. Ол біреуде бар нәрсенің кетуін тілеу. Алла тағала біреуге бала-шаға немесе мал дүние берген болса, көралмаушылық деген нәрсе соның болмауын тілеу. Бұл шариғатымыздағы ауыр нәрсе болып есептелінеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: «Уәлә танаджашу», яғни бір-бірлеріңе зиян бермеңдер дейді. Бұл жаңағы шариғаттағы көрінісі алмайтын нәрсеңнің алатын етіп көрсету. Мысалы, өзің алмайсың, бірақ соны біреуге алдыру үшін жаңағы бағаны көтеріп тұру. Мысалы, біреу айтты, мен 1000 теңгеге алам деді. Анау айтты, жоқ, 1500-ға бер деді. Тағы жақсы, мен 1600-ға, мен 1700-ге деген сияқты алмайды. Бірақ әдейі бағаны көтеру үшін жаңа салғаласып тұрады. Сөйтіп ең соңында жаңағы бір бағаға барған кезде жарайды, сен ала бер деп қояды. Негізінде ол алмайды. Өтірік бағаны көтеру. Бұндай нәрсені жасамаңдар деп жатыр. Яғни бір-бірлеріңе зиян бермеңдер деп жатыр. Уәлә табағаду, жек көрмеңдер дейді бір-бірлеріңді. Жек көруге мұсылманның хақысы жоқ. Уәлә тадабару, сол сияқты ара қатынастарыңды үзіп тастамаңдар дейді. Бұл пайғамбарымыздың бұйырып жатқан нәрсесі. Уәлә байға бағдукум аля байғы бағдин, және біреудің үстіне саудасына кіріспе дейді. Мысалы, мен басқа бір мұсылман бауырыммен сауда жасап тұрған болсам, сен кіріп кетпей, қашан мен онымен келісіп аяқтамайынша. Яғни салғаласуға болмайды. Егер мұсылман адам бір мұсылман бауырымен сауда жасап тұрма, оның үстіне кірісуге ешкімнің қақысы жоқ. Қашан ол екеуі болады, не алады, не алмайтын болып, содан кейін барып кірісуіне рұқсат етіледі. Сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, мұсылман бауырының саудасының үстіне кірме дейді. Вакуну ибадаллахи ихуана, Алланың құлы болыңдар, бір-бірлеріңе бауыр болған дейді. Пайғамбарымыздың өсиеті, ескертуі. Әл муслиму ахул муслим, мұсылман мұсылманның бауыры. Біз бір-бірімізге бауырмыз. Ла язлимуху, мұсылманның бауыры болғаннан кейін оған зұлымдық етуге болмайды. Уәлә якзибуху, және өтірікте айтуға болмайды, алдауға болмайды. Уәлә яхқируху, сондай-ақ оны төмен санауға болмайды. Мұсылман бауырын, мұсылман адам төмен санауға қақысы жоқ. Ат-тақуа хахуна ва юширу иля садрихи саласа марратин, пайғамбарымыз осылай деп айтып келді де, тақуалық мына жерде, мына жерде, мына жерде деп пайғамбарымыз жүрегін 3 рет көрсеткен. Тақуалық ол жүректе болады. Біздің көркем сәнденуіміз, киіміміздің әдемі болуында емес. Адамның тақуалығы ол жүрегінде болады. Ал жоғарыдағы айтқан
сипаттамалардың барлығы бұл жүректің аурулары. Көре алмаушылық, жек көру, алдау, зұлымдық жасау, бұның бәрі мынау жүректен туындайтын нәрсе. Сондықтан біз уағызымыздың, дәрісіміздің арасында, басында айтқан болатынбыз, адам екі нәрседен тұрады: дене және рух. Денені біз жуынумен тазарамыз. Дәретсіз болсақ, дәрет аламыз, тазарамыз. Ғұсылсыз жүніп болатын болсақ, ғұсыл аламыз, тазарамыз. Бұл дененің тазалығы. Сондай-ақ таза киім, нәжас шықпаған. Ал енді рухтың тазалығы қалай болады? Ол рухта кірлейді. Сол рухтың кірі, сол жүректің кірлеу. Ол жаңағы көре алмаушылық, жек көру, ренжу, алдау деген нәрселер. Бұдан адам аулақ болу. Сондықтан шынайы тазалық, шынайы тақуалық ол жүректің тазалығы дейді. Сен қанша мәрте намазыңды оқып, оразаңды ұстап жүргенмен сенің жүрегің таза болмаса, ол тақуалық емес. Жүректің таза болуы деген сөз, ол жаңағы жүректің ауруларынан адамның ада болуы. Мысалы, егер сен біреуге қызғанышпен қарайтын болсаң, біреуді ренжитін болсаң, біреуді алдайтын болсаң, біреуге өтірік айтатын болсаң, сенің жүрегің таза емес. Сенің жүрегің ауырады. Оны тазалау керек адам. Сондықтан адам, біз өткен хадисімізде айтып кетті, Алла тағала сендердің түрлеріңе, денелеріңе қарамайды деп. Біздің киген киімімізге қарамайды. Қытайский ма, сапалы итальянский ма қарамайды. Алла біздің жүрегімізге қарайды. Сондықтан негізгі пайғамбарымыздың айтып тұрған нәрсесі ат-тақуа ха-хуна деп жүректі көрсетті. Себебі жүрегі таза адамда бұл нәрселер болмайды. Біреуді көре алмаушылық, қызғанбау деген нәрселер. Бихасби имриин минаш-шарри ан яғфира ахаху муслим. Енді адамның жаман қасиеттерінен деп есептелетін нәрсенің бірі мұсылман бауырын масқаралау, немесе өзінен төмен санау. Мұсылман бауырын өзінен төмен санау. Ал мұсылман адам, Алла Тағала Құранда не дейді? Сендер бір қауымды дейді, біреуді масқараламаңдар дейді. Мүмкін олар сенен жақсы шығар дейді. Біз біреуді жек көруіміз мүмкін. Біреуді тіпті өзімізден төмен санауымыз мүмкін. Бірақ білмейміз ғой, ол Алла Тағаланың алдында бізден құрметті шығар. Сондықтан мұсылман адамның қақысы жоқ біреуді төмен санауға. Бәріне бірдей тең қарау керек. Күллі муслим алал муслими харамын. Мұсылманның мұсылманға харам болған нәрсесіне қаны. Мұсылманның қанын төгуге қақысы жоқ. Уамалуху, және оның малын ұрлауға қақысы жоқ. Малына қол сұғуға қақысы жоқ. Тіпті исламның әділдігі жаңағы ер адамның үйленген кезде жарына берген махырны әйелінің рұқсатынсыз ала алмайды одан. Оны қажетіне жарата алмайды. Уағирдихи, және сол сияқты мұсылманға қаны, мал мүлкі, жан дүниесі, одан кейін несі дейді? Ары. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мұсылманның арын таптау, ол өзінің анасымен зина жасағаннан ауыр деген күнәсі. Мұсылманның арына тиюге болмайды. Жаңағы ар ожданын көпшіліктің алдына масқаралауға болмайды, оның ешқандай қақысы жоқ. Бұл харам. Кімсің сен оны масқаралайтын? Сен де сондай біреусің. Артық емес. Алланың алдында біздің артықшылығымыз ол тек тақуалықта ғана. Түрімізге қарамайды, бойымызға қарамайды, ұлтымызға қарамайды, киген киімізге, мінген көлігімізге қарамайды. Біздің тақуалығымызға қарайды. Алланың алдында құрметті ардақтыларың тақуалық деген. Ал тақуалық дегенде пайғамбарымыз не деп жатыр? Ол мына жерде. Киген киімімізде, тұрған үйімізде, мешітте оқыған мешітімізде емес. Ол неде? Тақуалық. Ал тақуалық ол жаңағы нәрсенің бәрінен адам таза болу. Көре алмаушылық, зиян беру,
жек көру, қарым қатынасты үзу, мұсылман саудасының үстіне кірісу, бұның бәрі шариғатымызда қайтарылған нәрселер. Енді хадистен шығып тұрған нәрсе, біріншісі ол хасад. Бұл ең үлкен ауру. Былайша айтқан кезде жүректің ауруы, бұл дененің ауруы емес, жүректің ауруы. Ол көреалмаушылық деген сөз. Ал енді көреалмаушылықтың үкімі шариғатымызда харам. Ал енді оның ауыры өзінде болып тұрып басқадан нығметтің кетуін тілеу. Мысалы, адамның өзінде машина бар, менен басқада бұндай машина болмас екен деп тілесе, бұл шариғатымызда ең ауыр нәрсе. Сол сияқты өзінде жоқ, бірақ анада болмай, тек менде ғана болса, бұл да шариғатта харам етілген түрі. Сондықтан адам баласын біреуге қызғануға қақысы жоқ. Ол ауру, оны емдеу керек. Ол жүректің ауруы, тістің ауруы, дененің ауруы емес, жүрек ауыры. Тазалау керек ол жүректі. Сондықтан көреалмаушылық ол жаман нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иякум вал хасад, фа иннал хасада яакулул хасанат, кама таулу нарал хитаб." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Абу Даудта келген хадисте, сендер көреалмаушылықтан сақтаныңдар дейді. Ол жақсылықты жеп қояды дейді. От, жаңағы отынды қалай жалмағаны сияқты дейді. Адамның көреалмаушылығы оның жақсылығын солай жояды дейді. Сен намаз оқып жүрмін, ораза ұстап жүрмін, зекет беріп жүрмін, қажылық жасап жүрмін деп ойлайсың. Біреуге жақсылық жасап, жетімнің маңдайынан сипап, ал бірақ сенің жаңағы жүрегіңдегі көреалмаушылық деген ауру соның бәрін жойып жатады. Сондықтан адам бірінші мына жерді тазалау керек, жүректі тазалау керек. Міне шынайы мұсылмандық деген сол. Ол жылтырап киініп алу емес, жүректі адам тазалау керек. Хадистің екінші бір мағынасы, ол жаңағы біз айтып кеттік, тәна жәшу. Сендер яғни бір-бірлеріңе зиян бермеңдер, қай тұрғыдан болсын. Соның мысалы ретінде бұл жерде ғалымдарымыз жаңағы өзі алмайды, бірақ сол бағаны көтеру үшін алдап жаңағы бағаны көтертеді. Мысалы жаңағы аукционда сияқты. 1000-ға берем дейді, анау тұрады, маған 1500 қалам дейді. Бірақ өзі алмайды. Анау алғысы кеп тұрған адам жақсы 2000 дейді, анау алмайды, бірақ айтады 2500 дейді. Ақырында 10.000-ға болмаса 20.000-ға, 100.000-ға апарып тірейді де анаған зияндық жеткізді. Ол алмаса оны неге көтереді? Бұндай нәрсені істемеңдер деп атыр. Бұның үкімі шариғатта өтірік алмайды, бірақ бағаны көтеру мақсатында ол харам. Жақсылап біліп алуымыз керек. Кейін жаңа хадистегі шығатын уәлә табағаду деді пайғамбарымыз. Бір-бірлеріңді жек көрмеңдер деді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Иннамал муъминуна ихва", момындар бір-біріне бауыр дейді. Біз бір туғанбыз. Діндегі бауырмыз. Сондықтан да жаңағы сөз тапқанға қолқа жоқ дейді қазақта айтады. Мысалы, Ибрахим алейхиссалам Сара анамызды ертіп бір қауымға барған кезде не деді? Адамдардың дереу көз түсіп бұзылған, азғындаған қауымның жаңа. Егер ол әйеліміз десе жаңағы бас салатын біліп тұр. Өйткені олар сондай бір залымдыққа барып жаңағы біреудің әйеліне қол салуды қалайды. Сол нәрсе болмасын деп, бұл менің қарындасым деді. Өйткені ол негізі Ибрахим ол жерде өтірік айтқан жоқ. Шынында мұсылманның қарындасы бауыр болып келеді. Сондықтан ол өз әйелін қарындасым деп танысты. Сосын олар теспей кетіп қалған болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды алып келе жатқан кезде, білесіздер, Мекке мен Мәдинадан көшкен кезде кім жолда бір адам сұрады Абу Бакырдан: "Мынау кім?" деді. Сонда Абу Бакыр Мұхаммед деп айтуға аузы бармай біліп қойып, зиян жеткізіп қояды деп, "Жолбасшым" деді. Бұл кім деп еді? "Жолбасшым" деді. Ақиқатында пайғамбарымыз адамдарға жол көрсету үшін келген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мұсылман адам мұсылманды жек көруге қақысы жоқ.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Уаллази нафси биядихи ла тадхулул джанната хатта туъмину ва ла туъмину хатта тахаббу". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Менің жаным оның иелігінде болған затпен ант ішемін" дейді. Аллаға, "Валлахи биллахи таллахи", Аллахтың атымен ант ішемін дейді. "Сендер жаннатқа кірмейсіңдер иман келтірмейінше" дейді. "Ал иман келтірген болып саналмайсыңдар бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше" дейді. Сондықтан адам бір-бірін жақсы көрмейінше ол толық иман келтірген болып есептелмейді. Сондықтан да мұсылман адам бір-бірін жек көруге қақысы жоқ. Кейін екіншісі аннахи анит тадабур. Яғни бұл араны үзу. Тіпті ол жақын туысың болсын, мұсылман бауырың болсын, араларыңды үзбеңдер деп жатыр. Шариғатта араны үзу ол харам. Үкімі харам етілген. Яғни біздің тілмен айтқан кезде біреудің жаңағы бетінен алу, ара қатынасты үзу. Бұлай істеуге болмайды. Жаңа хадистен біз тағы айтып өттік, ол адам мұсылман бауырының үстіне саудаға келіспейді, ол бітпейінше. Сол сияқты мысалы, егер біреу бір қызға қазақша айтқан кезде сырға салып қойған болса, ал шариғатпен айтқан кезде хитба жасап қойған болса, екеуінің арасындағы келісім толық шешілмейінше сөз айтуға болмайды. Оны қайтесің? Маған шығып ал деп айтпайсың да сен. Екеуін күтесің. Екеу келсе ме? Егер екеу келіспейтін болып, қосылмайтын болып шешкен болса, о кезде барып жаңағы сөз салсаң болады. Оған дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сауда саттыққа: "Ла ябиғул муъмину аля байға ахихи". Мұсылман бауырының саудасының үстіне сауда жасамайды дейді. Мен мұсылман бауырмен саудаласып тұрмын ба, кіріспеуім керек. Қашан екеуміздің арамыздағы келісім толық аяқталмайынша. Не алатын болып, не алмайтын болып. Алатын болсам, тіптен сенің оны бұзуға қақың жоқ. Ал алмай кеткен болсам, онда сен барып келісіп жаңағы нәрсемен. Немесе мұсылман бауырың бір нәрсесін сатып тұрма, жаңа мен толық сөйлесіп болмайынша, онкін алмаңыз, менкін алыңыз, ол да болмайды. Менкі жақсырақ, онкі басқарақ деп айтуға болмайды. Ол әбден көзін жеткізу керек. Екеуі келісу керек. Егер алмайтын болса, сол кезде барып. Көрдіңіз бе, мұсылмандық сипат қандай нәрсе. Кейін жаңағы мұсылман адамның бір-біріне сәлем беруі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Тахаду фа иннал хидаята тузхибу вахр садри". Пайғамбарымыз айтады: "Хидая беріңдер" дейді. Сыйлық беріңдер адамға дейді. Ол адамның кеудесіндегі бір ренішті, болмаса бір жаңа өкпені кетіреді дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға халал болған нәрсе не? Ол пайғамбарымыз садақаны алмайтын, бірақ хидая деген кезде оны алатын еді. Міне бүгінгі хадисіміздегі жалпы айтылып жатқан нәрсе осы ұғымда. Және сонымен қатар мұсылман адамның мұсылман бауырымен 3 күннен артық қарым қатынасын үзуге қақысы жоқ. 3 күн ренжи аласың шариғатта. Өкпелеп, 3 күннен кейін қайта сәлем берсе сәлем алып, кездессе сәлем беруге міндеттіміз. Шақырса барамыз, үйленсе тойына шақырса барамыз. Жоқ, мен арам дүзіп ұстағам, болмайды ондай. 3 күн өкпең басылғанша болады. 3 күннен кейін қақысы жоқ. Ол біздің шариғатымыздағы бұйырылған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуге қақысы жоқ" деген. "Ла яхиллу ли муслимин ан яхджура ахаху фауқа саласи". Мұсылман бауырына 3 күннен артық өкпелеуге қақысы. "Ла яхиллу", халал болмайды дейді. Демек 3 күннен артық өкпелеу харам ол шариғат. Міне бүгінгі хадисіміздің тақырыбы осы жүрек аурулары, көре алмаушылық, ренжу, ара қатынасты үзу, жек көру, болмаса жаңағы бет бұрып кету, келе жатса теріс айналып басқа көшеге кіріп кету деген сияқты. Бұл нәрсеге мұсылман адам бармайды. Бұл мұсылманның міндеті. Біз білесіздер, өзімізге қатысты 6-5 шарт бар, уәжіп болған. Соны жақсылап біз білуіміз керек. Келесі хадис
бұл жақсылыққа байланысты жалпы көптеген ол хадистер келді, садақаның, басқа да көптеген жақсылыққа байланысты. Сол хадистердің бірі ретінде ан Аби Хурайрата радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи салам қала. Өздеріңіз байқағандай, біздің осы өткен хадистеріміздің ішіндегі, біз дәрісіміздің басында айтып кеткен болатынбыз, ол Абу Хурайра ең көп хадис риуаят еткен адам. Ал шын мәнінде Абу Хурайра пайғамбарымыздың жанында 3 жыл жүрген. Хижраның 7-ші жылы Хайбар ашылған кезде исламды қабылдаған. Ал пайғамбарымызды білесіздер, хижраның 10-ші жылы дүниеден өткен болатын. Осы Абу Хурайрадан жеткен хадисте радиаллаху анху, Алла о кісіге разы болсын, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай дейді: "Мән наффаса ан муъминин курбатан мин кураби дуния, наффасаллаху анху курбатан мин кураби йаумил қияма." Кімде-кім мұсылман бауырының бір қиыншылығын кетіретін болса, бір мұсылман бауырдың басында қиыншылық болатын болса, сол қиыншылықты жеңуге көмектесетін болса, дүниедегі, ол адамның ақыреттегі қиыншылығын Алла тағала кетіреді дейді. Мысалы, бір мұсылман бауырың қиналып тұр, кез келген нәрседе, мүмкін жаңағы үйіне жетуге билетке ақша таппай тұру мүмкін. Мүмкін жолда дөңгелегі жарылып, насос таппай тұрған болу мүмкін. Өзінің запаскасы бол, білесіздер. Көп бұның мысалы, қиналып тұрған адам. Біреу үстіне қалың киім таппай тұру мүмкін, тонып, болмаса аяқ киім. Болмаса жанар жағармай таусылып қалып жете алмай тұру мүмкін. Сүйреп ала кетші дейді. Осы кезде кімде-кім мұсылман қиыншылықта тұрған мұсылман бауырының дүниедегі қиыншылығын кетіретін болса дейді, яғни соған жәрдем ететін болса, сол адамға Алла тағала қиямет күндегі қиыншылығы. Сен жаңағы мақшарда қиналып тұрған болуы мүмкін. Сол кезде Алланың жәрдемі келеді. Есеп қисапта. Сондықтан кім мұсылман бауырына бұл дүниедегі қиыншылығын кетіруге жәрдемдессе, Алла тағала соның қиямет күнде қиыншылығын кетуіне жәрдем етеді. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ал енді кімде-кім қиналып тұрған адамға жеңілдетсе, бір адам қатты қиналып тұр. Болмаса жаңа бір нәрсені көтере алмай тұр, екінші жағынан барып көтерсең, бала шағасын жеткізе алмай тұр, жеткізіп берсең, басқа. Алла тағала оның дүниедегі ақыретін жеңілдетеді дейді. Ол адам. Бұл ислам дінінің мұсылман бауырына қандай мәміледе болу керектігін үйретеді. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Не дейді пайғамбарымыз? Пенде өзінің мұсылман бауырына жәрдемдесіп тұрады екен, Алла тағала оның жәрдемінде болады дейді. Қандай да бір мұсылман адам өзінің мұсылман бауырына қолынан келгенше жәрдем етуге даяр болып тұратын болса, әрқашанда Алла тағала да әрқашанда оның жәрдемінде болып тұрады. Ал егер Аллах бізге жәрдемінде болса, бізге одан артық бақыттың керегі жоқ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Кімде-кім ілім талап етіп жолға шығатын болса дейді, Алла тағала оның жәннатқа бару жолын жеңілдетіп қояды дейді. Кімде-кім ілім талап ету жолына етіп жолға шығатын болса, Алла тағала оның жәннатқа бара жолын жеңілдетіп қояды дейді. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى. Қандай да бір қауым адамдар дейді, Аллахтың үйіне жиналатын болса дейді. Ол қандай мешіт болсын, әйтеуір мешіт атаулыға жиналатын болса. Ятлуна китабилла. Сөйтіп ол жерде олар Алланың кітабы Құранды оқитын болса. وَيَتَدَارَسُونَهُ бәйнәһүм. Және өзара ілім алысатын болса. Илля назалат алейхим сакинату. Ол жерге Алланың рахметі түседі. Вағашаятхумур рахма. Сөйтіп Алланың рахметі оларды қамтып алады дейді. Вахаффатхумул малаикату. Сөйтіп періштелер қоршайды дейді оларды дейді. Вазакарахумуллаху фиман индаху. Сөйтіп Алла тағала оларды еске алады дейді. Ваман бата бихи амалуху лам юсриг бихи насабуху. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, қандай да бір іс нақыс болатын болса дейді,
ол ләм юсрих бихи насабуху, оныменен оның насабы көтерілмейді дейді. Сондықтан бұл жерде айтып жатқан біздің амалымыздың қандай да бір жақсы болуы ол біздің насабымызға қатысты емес. Сен қайтексен, сен бәленше рудан екесің, жақсы болады деген сөз емес дейді. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір қатар нәрсені айтты. Соның бірі мұсылмандар бір дене сияқты дейді. Пайғамбарымыз білесіздер хадисінде келді. Мұсылмандар бір-бірін жақсы көруде, бір-біріне қамқор етуде ол бір дене сияқты дейді. Мысалы адамның тіс ауырса мазан кетеді ғой. Тіпті бақайың сыздаса да мазан кетеді. Сол сияқты мұсылман бауырының мазасы болмай жатқан болса, біздің тыныш жатуымыз мүмкін емес. Жай бір рақат, егер ол аш жататын болса, жалаңаш жүретін болса, қиналып жатқан болса, жағдайдан шыға алмай жатқан болса, біздің тыныш жатуымыз ол біздің оны мұсылманды жақсы көргендігімізге дәлел болмайды. Сондықтан мұсылман адам мұсылман жақсы көреді. Кейін бұл жерде Алла тағаланың кім жәрдем етсе, Алла тағаланың оған жәрдемі болатындығы. Одан кейін Алла кім Аллахтың үйіне жиналатын болса, ол жерге Алланың рахметі түседі. Ол жерде отырған пенделер кешіріледі. Сол отырыстың бірі мына Алланың бізге нәсіп еткен осы отырыс. Сондай бұл хадисте жаңағы Алла тағала ілімнің фадыл артықшылығын айтып жатыр. Құранда Алла тағала айтады, білгендер мен білмегендер тең емес дейді. Иннама яхшаллаху мин ғибадихил ғулама. Алладан шынайы қорқатындар ол ғалымдары дейді. Өйткені ілімнің бұл артықшылығы. Сондықтан біз осындай Алланың берген нығметіне біз шүкір етуіміз керек. Бұл дәріске келіп отырмыз біз. Бұл үлкен нығмет. Қанша періштелер отыр, біздің куә болып отыр. Кейін бұл жерде бір қатар ілім талап ету жөнінде ілім екі түрлі болады. Ол фарыз кифая, фарыз айын. Ол фарыз айын әрбірімізге жүктелген ілім болса, ол фарыз кифая ілім біреулеріміздің оқуымызбен басқа біреулердің мойнынан түсетін нәрсе. Дәреттің қалай алыну керек екендігі, намаздың қалай оқылу керек екендігі, қандай шарттары бар, қандай рүкіндері бар, қалай жүзеге асу керек, оны білу әрбір адамға фарыз нәрсе. Фарыз айын. Ал енді мысалы хадис ілімін іздену, фиқ ілімін терең іздену, ол бір адамдардың ізденіп оқуыменен басқа адамдардың мойнынан түсетін ілім болып саналады. Сондықтан кім Алла жолында ілім талап етуге шығатын болса, ол сіздер де бір Алланың дінін, пайғамбардың хадисін білсек деп келіп отырсыздар. Сондықтан кім Алла жолында Алланың разылығын талап етіп ілім жолына шығатын болса дейді, Алла тағаланың жәннатқа барар жолын жеңілдетеді дейді. Және бір хадисте пайғамбарымыз айтады, періштелер мен жаңағы аспандағы ұшқан құс, жердегі, теңіздегі, теңіздің түбіндегі, мұхиттың түбіндегі біз әлі білмейтін жануар тіршіліктің ол адам үшін истиғфар тілейді. Я Аллахым осы пендені кешір, я Аллахым осы. Періштелер қанатын төсейді. Міне осындай нығметті нәсіп еткен Алла тағалаға сан шүкір, сансыз мақтаулар болсын. Субханак Аллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк.